Қош келдіңіздер, құрметті көрермен, менің каналыма. Бүгін мен сіздерге песочный тестодан творожный начинкамен жасалатын пирожный рецебімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Міндетті түрде електен өткізген ұнымызға сары майымыздан салып, қолымызбен үгітіп, крошка жасаймыз. Міне осылай ұн мен майымызды жақсылап араластырып алған соң, кішкене арасын ашып, ваниль қантын салып, қамыр қопсытқышымызды салып, араластырып жібереміз. Одан соң жұмыртқамыздың сарысын салып, қаймағымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Қасығымызбен біраз араластырып алған соң, ары қарай қолымызбен жұмсақ қып қамырымызды илейтін боламыз. Міне осылай қамырымызды жұмсақ қып илеп алған соң, столымыздың үстіне қойып, қамырымыздың бірін үлкен, бірін кішірек қылып екіге бөліп аламыз. Кішірек бөліп алған қамырымызды салафанға салып, мұздатқышқа 1 сағатқа қойып аламыз. Үлкен қамырымызды да алып, салафанға орап, оны тоңазытқышқа қоямыз. Енді пирожныйымыздың арасына салмасын дайындаймыз. Творогымызға қантымызды қосып, жұмыртқамызды қосып, жүгері крахмалын қосып, барлығын қасықпенен жақсылап араластырып аламыз. Сосын блендерменен араластырып, салмамыз майда болғанша араластырамыз. Міне арасына салатын салмамыз дайын. Енді қамырымызды тоңазытқыштан алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай, үстіне салафанмен жауып, оқтауменен жұқалап жаямыз. Он диаметрлік насаткаменен қамырымызды дөңгелектеп кесіп шығамыз. Осындай капкейки формасына қамырымызды салып, жақсылап орналастырып шығамыз. Толтырып 1 ас қасық салмасынан салып шығамыз. Мұздатқышта тұрған қамырымызды алып, үккіштен өткізіп, үстіне сеуіп шығамыз. Ыңғайлырақ болу үшін барлық қамырымызды теркіден бірінші өткізіп алып, сосын кейін осылай қолыммен сеуіп, салып шықтым. Енді 180 градуста ысып тұрған пешімізге 30-35 минут пісіріп аламыз. Формадан оп-оңай алынады. Осындай әдемі, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Қалауларыңыз бойынша осылай қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Міне достар, міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бүгінгі менің сіздерге көрсеткен видео рецебім ұнады деген ойдамын. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Әзірше осы сіздермен болған Айгүл Қалиқызы.